Сәлем достар, біз бүгін сіздермен future continuous, яғни созылмалы келешек тақырыбын өтетін боламыз. Future continuous ол ағылшында болашақта болатын процесс жайлы көрсетеді. Бұл процесс нақты белгіленуі тиіс, яғни уақыты, күні, жылы нақты бізге белгілі болу керек. Мысал үшін қарасақ, tomorrow this time I will be flying to New York. Ертең дәл осы уақытта мен Нью-Йоркқа ұшамын дейді. Қашан ұшамын? Ертең дәл осы уақытта. Яғни бізде болашақта, яғни келешақта уақыты нақты белгілі, дәл көрсетілген. She will be waiting for me here at 9 p.m. tomorrow. Ертең ол мені сағат 9-да осы жерде күтеді. Will be waiting, күтеді. Қашан күтеді? Сағат 9-да күтеді. Ертең күтеді. Нақты уақыты белгілі. Енді жасалу жолына қарасақ, subject есімдік, сосын бар will be көмек жетістіктері, will be. Естеріңізді сақтап алыңыздар, future continuous'ке осылар қолданады. Verb ing етістік ing формасымен бірге қолданылады. Неге? Себебі бұл созылмалы келешек. Және object. Тоқтауыш сөйлемдер қосып кете береміз. I will be playing tomorrow at 8 o'clock. Мен ертең сағат 8-де ойнаймын. Бұл жерде I, you, they, we және he, she, it'тің айырмашылығы жоқ, барлығына will be деген көмек жетістік жалғанады екен. Negative form I will not be playing, I won't be playing деген сияқты өзгерте бересіздер. Өздеріңізге керек етістіктерді қойып, өздеріңізге қажет сөйлемдерге алмастыра бересіздер. Сұрақ белгісін қойған кезде will you be playing tomorrow at 8 o'clock? Сен ертең сағат 8-де ойнайсың ба? Нақты уақытты көрсетіп тұр. Ертең сағат 8-де деп. Yes, I will. No, I won't деп жауап береміз. Егер жауаптарыңыз осыған сәйкес келетін болса. Ал егер де одан да бөлек сұрақ қойғыларыңыз келсе, where will you be playing tomorrow 8 o'clock? Қайда ойнайсың ертең сағат 8-де? Where? What will you be playing tomorrow at 8 o'clock? Не ойнайсың ертең сағат 8-де? Осындай сұрақтар қоямыз. Сіздер бұл жерде жай ғана мысалдар, өздеріңізге қажетті мысалдар мен өздеріңізге қажетті сөйлемдерді келтіріп аласыздар, достар. What will you be playing on your guitar next Sunday evening? Сен өзіңнің гитараңда не ойнайсың келесі жексенбі кеште? Гитараңда қандай ойын ойнамақшысың деген сияқты сұрақ қой бұл. Жалпы осы, достар. Ал мынау үстеулер. Бұл үстеулер арқылы біз future continuous'ты анықтай аламыз. Мысал үшін at 3 o'clock, this time tomorrow, ертең дәл осы уақытта, at that time, at that moment, дәл сол сәтте. Meanwhile, сол уақытта. From till, from to дегеніміз. Орысшасы с, до, яғни бір нәрсе, бір уақыттан, бір уақытқа дейін, мынадан, мына уақытқа дейін деген сияқты. During that time, сол уақыт аралығында, сол уақыт ішінде. All night, түні бойы. All day long, күні бойы. The whole morning, таң бойы, таңнан бері дейміз ғой. The whole year, жыл бойы, сол жыл бойы. Осы үстеулермен present, яғни future continuous қолданылады екен, достар. Сонымен қатар, future continuous бойынша білімдеріңізді тексеру үшін астына сілтеме қалдырып кеттім, яғни тест, онлайн тест тапсырасыздар, жауап автоматты түрде шығады. Қатемен жұмыс жасайсыздар, білімдеріңіз одан сайын арта берсін. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта ағылшын тілін үйренуге арналған көптеген лайфхактар менен бөлісетін боламын. Келесі кездескенше.